Құрметті біздің тұрақты сатып алушымыз, сізді бүгін Казахойл компаниясының соғым науқанының 30-ның игері болған үшін сізді шын жүректен құттықтаймын. Осылай әрқашанда біздің компаниямыздың тұрақты сатып алушы болып жүре беріңіз. Сізге отбасыңызға амандық, әрқашанда жүргенде ақ жол тілеймін. Барлық жақсылық осы бізбен Казахойлмен бірге болсын сіздің. Құтты болсын сізге. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракат. Есім Тимур болады. Ақтөбе облысы Шалқар ауданының азаматымын. Отбасы 4 балам бар, өсіріп кішкентай. Жалпы қазіргі таңда жасап жатқан қызметім осы қалааралық такси. Соңғы 6 жылда осы қызметпен айналысып жүрмін. Ылғи да осы Казахойлдан жасаймыз. Рахмет, Алла разы болсын. Соғым сертификатын толып жатырмыз. Рахмет сіздерге. Жалпы мына акция туралы негізінде білген жоқпын. Заправка жасап жүрген кезде Казахойлдың қызметкерлері айтатын тұғын. Біз еркек болғасын мән бермейтін екенбіз. Сол кісілердің айтқанымен қарап, кейін осындай бір жетістігін көріп жатырмыз. Алла разы болсын кісілерге. Бұрын соңды ешқандай акцияға қатысып көрген емеспін. Жалпы ондай нәрсеге сенбеймін. Мен өзім таза еңбекпен жүрген адаммын. Маған Казахойлдың қызметкерлері звондаған кезде қандай эмоцияда болды, оны жасырып десем, Алла куә ғой. Басында күмәндандым. Ауылда жерге заказ берген болатынбыз, қазақпыз ғой өткені. Бірақ кейін шамалы соображать еткеннен кейін, ойым жинақтағаннан кейін әрине қуанышты болдым. Отбасыма айттым, ол кісілер де қуанышты болды. Алла берекетін берсін жалпы осы Казахойл қызметкерлеріне. Негізі мынау жылқы жылы ғой. Жалпы берекелі болып басталды енді. Иншалла соңына дейін осындай болады деген үміттеміз. Рахмет, Алла разы болсын сіздерге. Казахойл компаниясына көп рахмет. Еңбектеріңіз жемісті болсын. Барлық жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Эмоция дегеннен шығады ғой жаңа. Басында менде техникам бұзылды негізінде. Газовый оборудование алып тастадым. Сөйтіп жүріп, бензинмен жүріп жүрдім, ол бензиндегі кеткен қаражат қалтама соқты, жасырмаймын оны. Бірақ ішімде бір өкініш болып жүрді да, кейін осындай соғым ұтып алдыңыз деген кезде мына бір сөз есіме түсті да, болса бір қайыр дейді, болмаса мың қайыр дейді да. Сондықтан чудесаға жалпы сену керек екен. Рахмет сіздерге.